мына біз қазір Марқакөлде отырмыз ғой, Марқакөлдің жағасында. Мынау бұл жағымыздағы биікте ар жағы осыдан бірнеше шақырым жерде үлкен жазық бар таулардың арасында. Сол жерде бұрынғы түрік қағандарының жаңағы катакомбалар жатыр. Бұл әлі зерттеу нысанасына айнала қойған жоқ. Таң қалатыны. Енді осы мекен қасиетті ашылса, көп нәрсе тарай құпия ашылады. Мысалы, мына тұрған Қатын Қарағай. Сол анау Берилден табылған бұл жердің бір кереметі Алтайдың шын мәнінде бізге алтын месік болатыны. Бұл жерде хон патшалары да, сақ патшалары да, түрік қағандарының да бәрінің жаңа құлас болып бүкіл патшалық орнатылған жер, бірінен соң бірі орнатылған, және ол біздің жаңағы ғонсақ түрік деп жүрген тарихтағы әртүрлі көзқарастардың бәрінің бір халық екенінің көрінісі. Және дәстүр жаңағы қабірстандағы жаңағы катакомбалардан алынған мәселелер, алынған дүниелер бұның бәрінің бір мәдениет екенін дәлелдейді. Қызығы сонда тұр жаңағы операция бізді 5000 жыл бұрын миға ота жасалған. Ланцет тұр сол кезде 5000 жылдық. Сонда адамның жасына дейін анықталған. Сол ауру жаңа миына операция жасалған адам 17 жыл содан кейін ғұмыр кешкен. Біздің соншама мәдениетке, соншама білімге бабаларымыздың жеткені, кейін оны ислам мәдениетімен ұштастырғаны, оған жаңағы Яссауи бабамыз бастаған ерен әулиелердің соншама еңбегі. Біз Яссауи бабамызды әлі бағалай алмай жүрміз ғой. Қазір бұрынғы қазақ бағалады, қазіргі қазақ бағалай алмай жүр, жаңағы ортаға алаң кіріп кетіп. Енді осы жұттың бәрі мынау Алтай, менің ана еңсегей бойлы ер есім дастанымда Жиенбет жыраудың жаңағы Алтайды көргенде Бортоғашалы Жиенбеттің бір жаңағы эмоциясын беретін жерім бар. Қарағай мен самырсын қалың арша, аңырадай Жиенбет кәрін арша. Өр Алтайды көргенде қазақ ұлы шыдап тұра ала ма, қаны жаны болса деп келетін осы мен Алтайды суреттеген. Шын мәнінде бұл Алтай біздің Алланың алтын қазығы, біздің алтын тағымыз ғой. Жаңағы бүкіл ұлы адамзат, біздің түркінің қанынан жаралған ұлылардың бәрі осы Алтайды көксеп өткенде үлкен мағына бар ғой. Мұның ертең қайтадан мінетін біздің осы жерде тағымыз сақталған ғой деп ойлаймын.